Саламатсыңдар ма оқушылар? Бүгін біз қарапайым математика ұғымдарын қалыптастыру пәні бойынша менің анам заттар тобын салыстырамын тақырыбында сабақ өтеміз. Сабақтың мақсаты заттарды саны бойынша салыстырып, олардың реттік номерін атау. Сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал жүргізейік. Біз балдырған баламыз, құстай қанат қағамыз, дүниені аралап, оқып білім аламыз. Енді жаңа сабақты тамашалайық. Бүгін күн жақсы екен. Дана, жүр, алма терейік. Мен де соны айтайын деп едім. Аға, екеуміз жарысайықшы, алманы кім көп тереді екен? Жақсы, Дана, келістік. Мен 5 алма тердім. Мен 7 алма жинадым. Сандар жиынында 7 саны 5-тен кейін тұр. Демек, 7 5-тен артық. Артық деген сөз көп, үлкен дегенді білдіре ме? Иә, мен сенен көбірек алма тердім. 13 болды. 13 саны 7-ден кейін келеді. Сонда 7-ден 13 артық болады. Бұл жолы мен көп жинадым. Дұрыс, Дана. 13 саны 7-ден артық, немесе 7 саны 13-тен кем деуге де болады. Олар былайша таңбаланады. Мынау артық белгісі, мынау кем белгісі. Дана, қарашы, мына белгілер бірдей ме? Жоқ, бұл белгілердің бір жағы үшкір, бір жағы ашық. Екеуінің ашық жақтары қарама-қарсы жаққа қарап тұр. Сандарды салыстырып жазғанда, осы белгінің ашық жағы үлкен санға қарайды. Мысалы, 16 артық 10-нан, немесе 10 кем 16-дан. Оны шатастырмас үшін артық, кем белгілерін қолтырауын деп елестет. Қолтырауын үнемі аш қой, сондықтан олар үлкен, артық сандарды жейді. Қане, Дана, мыналарды оқып көрші. 2 кем 5-тен 10 артық 8-ден. Дана, қара, екеуміз де 13 алмадан жинадық. Мынау теңдік белгісі. 13 алма тең 13 алмаға. Дұрыс оқыдың, немесе 13 тең 13-ке деп оқылады. Яғни, екі жақтың сандары тең дегенді білдіреді. Осы белгілерді біз өмірде түрлі нәрселерді салыстыруға қолданамыз. Мысалы, салмақ немесе бой өлшеу кезінде пайдаланамыз. Алманың салмағы асқабақтыкінен артық екен, 3 артық 2-ден деп оқимыз. Балапанның бойы ұзын екен, 6 артық 5-ден. Біздің де бойларымыз бірдей емес. Сіздің бойыңыз менікінен ұзын. Дұрыс, Дана. Әлі біраз өсу керек екен. Біз екеуміз біраз алма тердік. Иә, анамыз риза болатын болды. Қайталайық. Артық, кем және тең. Артық деген үлкен, көп дегенді білдіреді. Ал кем, кіші, аз дегенді білдіреді. Бірақ математикада артық, кем деп қана қолданылады. Артық, кем деген сөздер мынадай белгілермен жазылады. Бұл белгінің үшкір жағы кем санды, ашық жағы үнемі артық санды көрсетеді. Алдымен бірінші санды оқып, ол үлкен болса артық, кіші болса кем деп айтып, одан соң екінші санды оқу керек. Мысалы, 16 артық 10-нан. Немесе 10 кіші 16-дан. Салыстыруда екі жақтағы заттардың сандары бірдей болса, теңдік белгісі қойылады. Бірінші тапсырма. Жемістер мен көкөністерді салыстыр. Екінші тапсырма.
есептің мәнін тауып, жауаптарын салыстыр. Үшінші тапсырма: берілген заттарды салыстыр. Ал енді оқушылар, сабақты түсіндім десеңдер жасыл түсті, жартылай түсінсеңдер сары түсті, мүлде түсінбесеңдер қызыл түсті жібереміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.